Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен бұршақтардан тағам жасайтын боламыз. Өте тойымды етіменен. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ет. Бұл жерде турап дайындап қойдым. Лобия бұршағы, маш бұршағы, күріш, спецтерден кемелі смели, тұз, болгар бұрышы, картошка, пияз, сәбіз, томат, май керек болады. Бірінші лобияны машты суға салып қоямыз, дайындап. Көкөністерді турайтын боламыз. Бұл жерде етім туралған дайын. Міне кішкене май құйып, етімізді қуыра бастадық. Міне енді етіміз қуырып болып қалды. Енді көкөністерді шетінен салып қуыра бастаймыз. Пиясымызды салып, сәбізімізді салып шетінен қуыра бастайтын боламыз. Сәбізіміз бен болгар бұрышын қосып салдық. Он 15 минуттан бұқтырып отырамыз. Көкөністерді, томатымызды саламыз. Жақсылап қуырып алып, үстіне суымызды құятын боламыз. Бұршақтардың дәмі өте дәмді болады. Күріштің сечке деп айтады, өте майдасы. Соны қосып істесе тіптен қою керемет болады. Бұл жерде сечке емес, кәдімгі күрішті қостым. Бір қайнағаннан кейін лобияны сала бастаймыз. Бір лобия бұршағын. Бұл ұзаңқырақ қайнайды. Бір 20 минуттан кейін үстіне машты салатын боламыз. Міне 20 минут өтті, маш саламыз. Енді осы маш піскенге дейін етіміз де бәрі де пісіп дайын тұратын болады. Кішкене суымызды қосамыз, қайнап азайып қалған. Етіміз де, бұршақтарымыз да жобалап пісіп қалды. Енді күрішімізді салатын боламыз. Тұзын, дәмдеуіштерін бәрін осы уақытта салатын боламыз. Картошкамызды да саламыз соңына қарай. Тұзын салдық, дәміне қарай. Хмели сумели приправасынан бір чайный ложкадай салдық. Міне жобалап пісіп қалды. Өте қою тағам болды бұл. Өте тойымды қою тағам. Бұны қаймақпен, айранмен ұсынсаңыз болады дастарханға. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар.